Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кейіпкердің костюмін өзгерту. Алдымен ойланайық. Цикл дегеніміз не? Анимация қою үшін қандай блокты қолданамыз? Бүгінгі сабақта үйренетініміз жаңа нысан құру, спрайттың костюмін ауыстыру, циклдерді қосу. Scratch программалау ортасында дайын спрайттар кітапханасы мен фондар бар. Программа құру барысында спрайттар мен фондарды қажетімізге қарай қолданамыз. Жобамыз қызықты болу үшін біз кейіпкерлерді қозғалысқа келтіріп, анимациялар жасай аламыз. Кейіпкердің костюмін не себепті өзгертеміз? Кейіпкердің не нысанның костюмін өзгерту дегеніміз оның қозғалысын жасау. Анимация нысанның қозғалысын немесе өзгеруі, қозғалыстың әртүрлі кезеңіне сәйкес кескіндер тізбегін экранда жылдамдата көрсету арқылы дене қозғалысы динамикасын экранда бейнелеу тәсілі. Қозғалысты жасау үшін келбет блогын есімізге түсірейік. Келбет блогының қызметі костюм ауыстыру, келесі костюмге ауысу, сахнаның фонын көрсетілген фонға ауыстыру, костюмнің номерін кері қайтару. Келесі мысалды қарастырайық. Кейіпкер мысығымыз жүріп бара жатыр. Қозғалыс бағыты оңға, солға болсын. Мысық 1 секунд ішінде сәлем деп айтуы керек. Осы жобаны жасау үшін біз кейіпкерге 2 костюм таңдаймыз. Жобаға скрипт құрып, тексеріп көресіздер. Нәтижесінде мысық жүріп бара жатқандай болады. Кейіпкердің қозғалысы үнемі орындалып тұру үшін біз басқару блогындағы циклды, кірістірілген циклды қолданамыз. Кірістірілген цикл бір циклдің ішінде орналастырылған цикл. Циклдік командалардың іс-әрекеттері бірнеше рет қайталанады. Әрқашан құрылым ішінде командалар үнемі орындалып тұрады. Қайталау, ішкі командалар көрсетілген санға байланысты қайталанады. Егер қандай да бір сахна мен программа құру кезінде керекті нысандар болмаса, не істейміз? Scratch ортасында қажетті нысандарды өзіміз сала аламыз. Мұнда жаңа спрайт құруға арналған кіріктірілген графикалық редактор бар. Жаңа спрайт құру үшін жаңа спрайт салу батырмасын басу керек. Графикалық редактордың сипаттамасы. Егер біз кез келген графикалық редактормен жұмыс жасауды білсек, онда Scratch ортасында графикалық редактормен де жұмыс жасау қиынға түспейді. Графикалық редактор векторлық және растрлық режимде жұмыс жасайды. Мына суретте сурет салу құралдары берілген. Түстер палитрасындағы түстерді пайдаланып, салған нысандарымызды бояй аламыз. Балалар, біле жүрейік. Жобаны программада сақтағанда файлдың кеңейтілімі Scratch 1 нұсқасында SP, Scratch 2 нұсқасында SP2, Scratch 3 нұсқасында SP3 деп жазылады. Міне қызық балалар, Scratch программалау ортасында блоктардың формасы бір-бірімен сәйкес келмесе, оларды байланыстыру мүмкін емес. Сондықтан блок формаларының бір-бірімен сәйкес келуін қадағалап орналастыру керек. Енді тапсырма орындаймыз. Ізденіп орында. Әрбір команданың қызметін тауып жаз. Команда берілген, қасына қызметін жазамыз. Ойлан жаз. Яшықтарға қандай команда орындалып тұрғанын жаз. Жасырын сөзді тап. Әрбір суреттің бірінші әрпін пайдаланып, сөз құрастыр. Енді сұрақтарға жауап берейік. Костюм ауыстыру деген не? Костюм ауыстыру үшін қандай блок қолданылады?
Циклдік командалар қай блокта орналасқан? Талдап салыстырайық. Программаларды салыстыр. Не байқадың? Спрайттар қалай қозғалды? Келесі тапсырма компьютерде орындаймыз. Scratch программалау ортасын іске қос. Әрбір әріп спрайттарын құр. Ол әріптер топтамасы өз есімің болсын. Әріптерге әртүрлі түстермен костюм жаса. Спрайттарға скрипт құр. Программа нәтижесінде өз есімің сахнада әртүрлі түспен берілуі керек. Paint графикалық редакторында адами құндылыққа қатысты бір сөзді теріп, файлды сурет ретінде сақта. Scratch программалау ортасында суретті ашып, скрипт құрастыр. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Сабағымызды қорытындылау мақсатында смайлик таңдаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.